Ал біз мына Жоңғар Алатауының бөктеріндегі Көктал атты өзеннің жағасындамыз. Жора жолдастарымыз табиғат аясында демалуға келдік. Қазір бұйыртса балық та ұстаймыз, суға да түсеміз. Енді өзім сөйлей бермеймін, мына жақтағы табиғатпен сіздерді таныстырайын. Мінекей өмірдің рахаты таудан ағып жатқан тап-таза су. Сылдырының өзі неге жетеді дейсіз? Мынаны қараңыз, астындағы тастар мөлдіреп көрініп жатыр. Қазір бұйыртса осы судан балық ұстаймыз. Міне ағай, Әнербаев мәуленов балық аулау несі. өзендегі ақ балық. Бірақ бұдан да дәулері бар. Қазір бұйыртса болашақ тастаймыз. Қарап алыңыздар. Әдемі ақ балық. Жегеннен ұстаған қызық біз үшін. Мәдидің айтуы бойынша мына жақта үлкен балық жүр. 2 рет қармағымыз тартып 2 рет түспеді. Қазір көреміз, балық түсе ме, түспей ме. Tardado. Balık ısladık, balık. Түсті ма балық? Мына көктемде су тасыған кезде тамырымен жұлынып ағып келген ағаштар. Бұны біз күн жатқызбай осылай келіп бұтап алып кетіп ыстық отынға қолданамыз. Қаланың қым-қуыт тірлігінен шаршаған кезде осындай өзеннің сылдыры, судың дауысы рухани демалуға себепкер болады. Демалысты осындай жерде өткізген өте қызық.